жарайсыңдар. Сабағымызды бастамастан бұрын балалар, алдыңғы өткен сабақтарымызды бір қайталап, есімізге түсіріп аламыз, иә балалар? Дауысты және де дауыссыз. Болып, екіге бөлінді. Ал дыбыс дегеніміздің өзі не дейді? Ауызбен айтамыз, құлақпен естиміз. Жарайсың. Ал енді әріп дегеніміз не екен? Әріп деген Дұрыс. көзбен көреміз, жазамыз. Жазамыз. Бұл әріптер. Иә, қазақ алфавитінің неше әріп бар екен? 42. Ал неше дыбыс бар екен? 2 дыбыс. Олар қандай? Дауысты және де дауыссыз. Бұл екіге бөлінген, иә? Жарайсың, орта.